Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге панчо тортын жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: 6 жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май және де ұн, какао, разрыхлитель қажет болады. Осы ғана заттармен жасалады. Ең алдымен біз жұмыртқаға қантты қосып миксерлеп аламыз. Екі есе ұлғайғанға дейін миксерлеп алғаннан кейін сұйық қоспаларды қосамыз. Сүт және де сұйық майды алып, тағы да миксерлейміз. Барлығын араластырып алғаннан кейін ұнды, какаоны, разрыхлительді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Менде ол жері видеоға түспей қалыпты. Міне бізде барлығын қосқан кезде осындай консистенция шығады. Ұнды, какаоны, разрыхлительді барлығын бір уақытта қосып миксерлейміз. Противеньге пергамент қағаздарын төсеп, тестамызды жайып аламыз. Қызып тұрған духовкада 175 градуста 15-18 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін зубочистканың көмегімен осылай тексереміз. Бізде зубочистка құрақ болу керек. Біз бисквитті толығымен суытып алуымыз керек. Суығаннан кейін осындай домалақ тарелканың көмегімен кесіп аламыз. Қалған домалақтардан бөлек қалған бисквиттің кесілмеген жерлерін 4-1 кубик қылып кесіп аламыз. Торттың кремін жасаймыз. Ол үшін біз творожный сырға қантты қосып, біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Творожный сыр мен қант миксерлеп алғаннан кейін сливкиді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Міне бізде осымен крем дайын болды. Бізде консистенциясы осындай крем шығуы керек. Тортымызды жинап бастаймыз. Осындай ыдысқа пищевой пленканы төсеп аламыз. Пищевой пленканы төсеп алғаннан кейін бағанағы бөліп алған корждарымыздың барлығын кремге осылай аунатып, ыдысымызға салып аламыз. Орталарына ананасты пайдаландым. Сіздер кез келген жемісті қолдансаңыздар болады. Банан немесе мейізді де қолдансаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Видеода көріп отырғандарыңыздай, ең алдымен торттың корждары, содан кейін ананас, корж, ананас болып кезекпен кете береді. Ең соңғы кезінде ғана бағанағы ыдысымызбен бөліп алған, тарелканың көмегімен бөліп алған домалақты орналастырамыз. Қатырақ үстінен басып, бетінен тағы салапанмен орап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Бисквиттен қалған бөліктерді тастамаймыз. Оларды осылай қолымызбен корж жасаймыз.
Бізге ол тортымызды сәндеуге керек болады. Тортымыз дайын болды. 2 сағатқа тоңазытқыштан шығарып алдық. Бетіндегі салфанын алып тастаймыз. Бағанағыдан қалған кремімізді алып, бетіне жағамыз. Бізде бұл торт осындай домалақ болып шығады. Видеода көрінбей тұр. Негізі былай қарасаңыздар өте әдемі, өздеріңіз жасап көріңіздер міндетті түрде. Лопатканың көмегімен барлық жерін түзулеп аламыз. Қорждардың көмегімен тортымызды осылай әдемілеп шығамыз. Егер де сіздерде қорждар қалмай қалатын болса, жай ғана осылай аппақ болып тұрса да өте әдемі көрінеді, немесе бетіне шоколадты ерітіп қойсаңыздар да болады. Өте әдемі домалақ болып шығады, әсіресе ішіндегі жемістермен тіптен керемет. Өте жұмсақ, былайша айтқанда нежный болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Себебі өте көп заттардан тұрмайды, әрі оңай, тез жасалады. Егер де бұл тортты бұрын жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға міндетті түрде ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Еркежан.